Баршаңызға сәлем достар, арнама қош келдіңіздер. Бүгінгі видео сабақта интермедиат деңгейіне арналған 3 сөзді үйренетін боламыз. Видеоны қарамас бұрын каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Арнамнан ағылшын тілін үйренуге байланысты пайдалы ақпараттарды таба аласыз. Бірінші үйренетін сөзіміз brief. It means short in duration, extent or length. Яғни бұл сөз short сөзіне синоним, қысқа деген мағынаны білдіреді. Уақытқа немесе ұзындыққа байланысты қолданамыз. Уақытқа байланысты келетін мысалға назар аударайық. Despite the brief delay, the train arrived on time. Қысқа кешігуге қарамастан, пойыз уақытында келді. Келесі ұзындыққа байланысты қолданылатын мысалға назар аударайық. She was wearing a fairly brief skirt, as I recall. Менің есімде ол өте қысқа белдемше киген. Келесі үйренетін сөзіміз fiancé. Fiancé is the man who someone is engaged to be married to. Яғни үйленуге ниеті бар ер адамға байланысты қолданылады. Қазақ тілінде күйеу жігіт деген мағынаны білдіреді. Ал осы сөзге и әріпін жалғайтын болсақ, бұл сөз әйел адамға байланысты қолданылады. The woman who someone is engaged to be married to. Яғни қазақ тілінде қалыңдық деген мағынаны білдіреді. Мысалға назар аударайық. He introduced his fiancée to his family at the holiday dinner. Ол мерекелік дастарханда өзінің қалыңдығын немесе күйеу жігітін таныстырды. Келесі үйренетін сөзіміз tend. Бұл етістік to предлогымен көп қолданылады. To be inclined or likely to do something or behave in a certain way. Қазақ тілінде бір нәрсеге бейім болу деген мағынаны білдіреді. Көп жағдайда белгілі бір ақпаратты немесе хабарды айтқанда қолданамыз. Толық түсіну үшін мысалға назар аударайық. Children tend to learn languages more quickly than adults. Балалар ересектерге қарағанда тілдерді тез үйренуге бейім. Келесі және бір мысалға назар аударайық. She tends to her garden every morning before work. Ол күн сайын таңертең жұмыс алдында бақшасына күтім жасайды. Міне достар, осымен бүгінгі видео сабақ өз мәресіне жетті. Бүгінгі берілген ақпараттар түсінікті және пайдалы болды деген ойдамын. Қағаз бен қалам алып жазып алуды ұмытпаңыз. Видео ұнаған болса, каналға тіркеліп, видеоға лайк басып, пікір жазуды ұмытпаңыз. Ал қазірше сау болыңыз.